Қайырлы кеш, қыздар. Бүгін өте дәмді борщ дайындайтын боламыз. Бұл рецепттің көптеген түрлері бар, бірақ дәл осылай жасасаңыздар өте дәмді шығады. Алдымен қазанға етімізді салып, суын құйып, жақсылап қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін көбігін алып, осы кезде тұзын, бұрышын салып қойыңыздар. Піскенше дәмі сіңіп тұратын болады. Одан кейін барып, бір 2 сағаттай қайнайды. Дайын болғаннан кейін табамызға майды құйып, жақсылап пиязды қызарғанша қуырып аламыз. Осылай майдалап тураңыздар пиязды. Одан кейін үккіштен өткізілген сәбізді салып, 3 минуттай қуырасыздар. Қызылшаны саласыздар. Оны да 5 минуттай қуырып аласыздар. 5 минуттан кейін томат пастасын саласыздар. Лимонның шырынын сығып құйсаңыздар болады, өйткені бұл тамақтың қызарып тұруына кепілдік береді, яғни тамақтарыңыз, борщтарыңыз қызарып тұрады. Одан кейін біздің дайын болған сорпасынан үстіне құйып қойыңыздар. Бұғып тұратын болады жақсылап. Бір 20 минуттай бұқтырасыздар жай отта. Біздің жалпы етіміз дайын. Енді оған картошкамызды саламыз. Капуста екеуін бір уақытта салыңыздар, өйткені капуста езіліп кетеді, ерте сап қойсаңыздар. Осылай етті алып қоясыздар. Одан жаңағы дайын болған қызылшамызды саласыздар. 20 минуттан кейін қызылшамызды салып, барлығын картошкасы піскенше жай отта қоясыздар. Етті майдалап турап, картошкасы біткеннен кейін ішіне саласыздар. Одан кейін жаңағы дәмін көріп, тұзы жетіспесе тұзын саласыздар. Бұрыш, лавр жапырағынан 3 штуктай қосасыздар, яғни ол сіздердің қаншалықты жасағандарыңызға байланысты. Одан кейін укроп салып, дәмін келтірсеңіздер де болады. Ол да қосу-қоспау өз еркілеріңізде. Жалпы осылай дайындап көрсеңіздер өте дәмді шығады. Менің YouTube каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Өйткені келешекте көптеген қазақша рецепттер салатын боламын. Барлықтарыңыз ас болсын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.